Так, барлықтарыңызға сәлем, сіздермен желіден Нұралы крипто. Бүгін бізде мен ашқан трейдтарға разбор болады. Ол бізде Blur, Solana, OneInch, AVAX бойынша трейдтарға разбор жасайтын боламыз. Сонымен бастайық. Давайте біз AVAX-тан бастайық. AVAX бойынша трейд, жалпы сториста бөліскем, осындай трейд болды. Осынша жасадық. В точка входа барлығын көрсеттім да. Енді неге бұл позицияны мен лонгқа алдым, соны қарастырайық. Анализ менде дневной таймфреймде болды. Так, давайте даже недельный алайық. Давайте жасалайық. Недельныйды қарасақ, бізде біз максимально төмен құлағанбыз, және де содан кейін біз не істегенбіз, мына жақтан полностью былайша айтқанда ликвидностьті шешіп алдық. 3-1-де тұрған минимумдарында. И месячныйды қарайық, айлық таймфреймда бізде біз мына дисбаланс зонасын толығымен толтырған болатынбыз. Так, апталыққа түсейік. Тағы да апталықта біз көріп тұрмыз, мына жерде дисбаланс болған, бірақ бұл дисбалансқа ешқандай реакция жоқ та, то есть полный лонговый свечка. Енді дневкаға өтейік. Дневкада қарайтын болсақ, дневной таймфреймда бізде бағаның қалай жұмыс жасағанына мән берейік. Біз мына жақтан ликвидностьпен жұмыс жасадық, шешіп алдық, лонгқа қарай өстік та. Мына жақта структураны лонгқа қарай біз кіріп кеткен болатынбыз. Содан кейін бағаның ликвидностьпен жұмысына қарайық. Так, мына жерде не болды? Мына жерде бізде көрінбейді да, давайте жақындатайық. Бұл жерде ештеңке орнамапты, но бізде мына жерде баға ликвидностьті шешіп, сосын дальше лонгқа кеткенін көріп тұрмыз да. И мына зона бізде потенциально, как можно считать, зона интереса ретінде лонгқа позиция қарастырғанға плюс бізде баға еще мына жерде дисбаланстың ішіне келіп реакция беріп жатқан кезі болған. Так, енді детально қарайық. Бұл жерде неге мен вообще позиция алып келді бұл жерден. Бірінші фактор ол бізде әрине зона интересаның ішінде болды. Содан кейін кіші таймфреймда бізге не істеді, сол маңызды. Так, бізде кіші таймфреймда баға мына жерде ликвидностьті шешіп, дальше лонгқа закрепление бергеннен кейін, то есть мен дальше позиция лонгқа қарастырдым да. И мына жердегі неге стопты мұның артына қоймадым, потому что бұл жақын стоп лосс болды. Плюс мына арада менде бұл минимумды как сильный минимум ретінде есептедім. Плюс мына жерде LTF-та мына минимум тоже ликвидность шешіп алған, дальше баға одан аспақты да. Жалпы осылай лонгқа кірдім осы жерде. И дальше баға өз бетімен мына жаққа қарай тейкқа барды. Негізі мен тейк профитім ол структураның бір күндікте жаңаруы болған. Және де осы жерге мен тейк профитті қойдым. Баға успешно барды. Мені тейк профитпен жапқан болатын. Так, вот қарасақ, мен қай жерде кірдім? Мен 21.56-да кірдім. Содан кейін 28.20-де полностью шықтым. Так, келесі трейд қотейік, ол бізде Solana бойынша болды. Не үшін мен лонг алдым, соны қарастырайық. Так, точка входа 23-24-90, позициядан шыққан точка 147-де 18 зонасында позицияға кірдім. Дегенде анализға өтейік та. Анализ бізде бір апталық таймфреймнен басталды. Қарайық бағаны, баға бізде бір апталық таймфреймда сол жақтан ликвидность шешіп алған болатын. Және де бізде дневной таймфреймда, то есть ликвидность шешті, жоғары қарай өсті, реакциясы жақсы да. И дневкаға өтейік. Дневкада бізде мынау прям уверенный свечка ретінде тұр да. Тень өте жақсы жабылған теңмен. Содан кейін мен бұл жердегі позицияға кіргім келді. Бұл жерде тағы бір фактор, то есть баға мына жерде ликвидность шешті, и мен бірден осы жерден позицияға кірдім. И стоп лоссты мына ликвидность шешкен минимумның артына қойдым. Негізі по идее идеальный трейд бұл жерде баға мына жерден асқаннан кейін, былайда потом баға келіп бізде осы жерден закрепление беріп, стоп лосс мұның артына қойып, жақсы трейд ретінде осыны айтуға болушы еді. Мысалы мында тұрғанда. Ал мен алған трейд ол чисто свинг болды, то есть стоп лосс бізде өте жақсы нүкте болғандықтан мен осы жерге осындай позицияға кірем деп шештім. Негізгі R бұл жерде 3-1, ал мына жерден идеальный деп айтқан жерден қарастырсақ, бұл жерде бізде 2-1 болушы еді. Пока енді баға өсіп жатыр, мен осы жерден досрочно шығып кетейін деп шештім да, маған мына дисбалансқа келген кезде. Жалпы осылай орындалды. Негізі по идее дальше отыруға болады, бірақ ол ұзақ уақыт алушы еді. Примерно бір аптаның көлемінде тағы да мен тосу керек болатынды, пока баға былай накопление жасап, потом барып өскен кезде.
Так, жалпы осындай трейд болды. Давайте Ctrl-V 123.90-да кірдім, 147-де 18-де шықтым. Примерно осы аралықта шығып кеткен болатын. Негізі 150-де шығуға болушы еді, бірақ мен ол жерде шықпадым. Жұма күні аяқталған соң, примерно кешкі 10-11-де позицияда шығамын деп шештім. Келесі трейдта бізде ол блюр бойынша болған. Так, енді қарастырайық. Апталық таймфреймнен бастайық. Так, копировали, все. Апталық таймфреймнен бастайық. Апталық таймфрейм бізде не істеп тұр? Біз all time low'ды шешкенбіз, equal low болған артында. Плюс бізде баға мына жақта all time low'ды шешкен лоуды қайтадан шешіп, реакциясы лонгқа жақсы болып тұрды. И қарайық. Плюс бізде мына жерде цель ретінде мынаны шешіп алған соң мына жаққа бағаны қалдырып кеткен болады. Енді дневной таймфрейм қарайық. Невка не көрсетіп тұр? Баға бізде мына минимумды шешкен соң реакциясын көріп тұрмыз. Четкий лонгқа барған, және де біз мына свечканы тоже самый как зона интереса ретінде алсақ өте жақсы орындалған. Так, мынаны қарасақ бізде даже закреплениемен жауап берген. Дегенді қарайық, баға бізде зона интересінің ішіне кірді, плюс ликвидность шешті, және де 1 сағаттық таймфреймда жұмысы маған маңызды болды. Соны көрейік қалай жұмыс жасақ. Ликвидность шешті, содан кейін структураны бұзды, және де ликвидность шешкен соң тағы да мына жерде бізде ликвидность шешіп алды, және де структураны дальше лонгқа закреп еткеннен кейін мен осы жерден лонг позициясын аламын деп шештім. Енді қарайық, менің входым қай жерде болды? Менің входым 0.1634, примерно осы аралықта. И тейк менде 0.21-05-те болды. Примерно осы жерден. Негізі пайдей мынаға дейін күтуге болушы еді. Просто мен суббота күнде позицияны қалдырғым келген жоқ. Және де биткоин біраз неуверенно тұрды. Сондықтан осы жерде жабыла салайын деп шештім. Так, негізі баға тейкпен четко пипс в пипс жабылып тұр. Так, түсінікті деп ойлаймын. Да, баға бізде апталық таймфреймнен бастап ликвидностьпен жұмысы өте керемет орындалғаннан позиция ашылды. Дегенді 1 inch бойынша қарастырайық. Бұл бізде тоже жақсы бір трейд болған. Так, мен 0.2386-да кірдім. 27.12-де шығып кетіппін да позициядан. Так, қарайық, негізі тейк мына жақта болған. Мына максимумға. Дегенді қарайық. Так, Ctrl-C. Дневной таймфреймнен қарайық. Даже апталық көрсек болады. Қарайық та баға не істеген. Біз апталық таймфреймда вообще жақсы өскенбіз былай. Және де біз соңғы движение басталған жерге қайтадан келіп, және де баға бізде сол жақтан мына equal lows'ты шешіп алғанын көріп тұрмыз да. То есть үлкен ликвидность шешкен мықты апталық таймфреймда. Және дневкаға тек дневкаға ликвидность шешкен соң реакциясын көреміз. Прям четкий лонгқа қарай өсіп тұр да. Прям покупатель бар деген сөз. Және де бізде бағада мынарда не бар? Дисбаланс зонасы бар да. Осы дисбаланс зонасына кіреді баға. Және мен осының ішінде өзіме подтверждение қарастырдым, кажется. Давайте қарайық. Да, баға бізде кірді. Даже подтверждениесіз мен осы жерде прям кіріп кетейін деп шештім, потому что дневной таймфреймде бізде мына жерде фрактал бар. Осы фрактал шешкенін күткем, және де баға шешті, және де мен тоқтаусыздан бірден позицияға кіремін деп шештім. Және баға не істейді? Баға енді әрине мына жердегі ликвидность шешкенін күткем, бірақ оған не дождался десем болады. Және де баға келді. Мына жақтан бізде ликвидность шешті, лонгқа закрепление берді. Негізі по идее прям жақсы синхронизациямен орындалған трейд болса, ол бізде примерно былай орындалушы еді. 2.63, немесе даже былай мына цельға дейін қоюға болады 4.34. Но мен немножко задницасы асық кеттім да, сіз жадничал дейді ғой, и так далее. Осылай трейдқа кірдім, и жалпы баға қазір тейк профитке бара жатыр. Мен так 23.86-да кірдім, 27.12-де шықтым примерно. Баға кеше мына жерде құлап кеткен кезде, короче, шығып кеттім, потому что біз, по идее, мықты ликвидность тоже шешпеппіз, но все-таки аптаның соңында қалдырғым келген жоқ суббота воскресеньеге. Так, негізі тоже жақсы трейд. В скором времени тейк профитқа барады деген ойдамын. Так, тағы да трейд бар ма екен? Осы трейдтарды мен аштым, еще плюс соти болған. Ол трейдтің разборын сіздер YouTube арнамнан қарап көре аласыздар. Енді осы трейдтарды мен жаптым, тейк профитпен жабылды, өте керемет трейдтар болды. То есть бұл трейдтарда мен, так, давайте каждыйын қарап шығайық.
қанша уақыт отырыппын да, мысалы мен авакста так примерно 16 күн отырыппын да, 15 күнде жалпы осындай трейд. Так, Solana көрейік. Solana тоже 15 күн. Так, Blur. Так, Blur тоже, ну, 13 күн отырыппын. Так, и OneInch примерно, кажется, 2 күн, да. Или 3 күн. Ну, 4 күн трейдта отырыппын. Жалпы осындай трейд болды. Енді разборына лайк басып, комментарийға сұрақтарыңызды қойыңыздар. Қолдауларыңыз болса, келесі трейдтарымды тоже разбор жасап отыратын боламын. Біз келесі кездескенше демейміз, келесі видеоға разборға дейін.